Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай шәйнекті тазартамыз, яғни бұнда білесіздер кішігірім шәйнек, қара шайды қайнатуға арналған. Менде мына жері қарайып кетеді әрқашанда, және мынаның іші қараяды. Қарасаңыздар. Осыны үй жағдайында қазір тазартамыз. Ол үшін бізге сода керек. Үй жағдайында ас содасы керек. Шамамен кішік қасықпен 2 кішкентай қасық. Осының бәрін салып, соған қайнаған суды толтырып тұрып құямыз. Қайнаған суды осылай құямыз. Толтырып. Сонда бір түрлі көпіреді. Мен осылай құйдым, суды толтырып тұрып, мына шүмегінің ұшына дейін құйдым. Тағы құяйын деймін, оған тасып жатыр. Сосын бетін жауып, бір түнге қоямыз. Осылай бір түн қайнаған сумен сода араласып тұрсын, таңертең тұрғанда жуып тазалап аламыз. Уже түсі өзгеріп кетті. Жаңағы біздің қақтарымыз бәрі түсіп атқан сияқты. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бұның түсі осындай болып тұр. Қазір біз алып, неке қарасаңыздар, мына жер қозғалып тұр. Ой, туылым. Мына түсі өзгеріп кетті. Қазір көреміз жуып алып. Мен даже қолыма оп-оңай алынып түсіп жатыр бәрі. Осылай шайдың қағы оңай алынды. Жуып жіберейік. Неке қарасаңыздар, іші де қырғышпен қырып жіберуге болады. Мынаның ішін жуайық. Мына жер қап-қарайды ғой, сол бәрі кеткен. Енді мынау шүмегін былай тазартамыз, мынандай ватный дискіні алып. Осылай қайта-қайта кіргізіп. Егер андай тазартатын ёршиктарыңыз болмаса, осындай. Болды, осыны қазір енді жуып жібереміз. Қыздар, неке тазарттым. Тап-таза, жап-жаңа шәйнек болып шықты. Іші де ішінде тұратын. Тап-таза. Сіздер де үй жағдайында оп-оңай тазартып алуларыңызға болады. Ұнаса менің арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.